алтыншы сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English plus 6 workbook unit 5 food and drink тақырыбы бойынша берілген кезекті сабақтағы жаттығу мысал жолымен және жауаптармен танысып боламыз. Page 42, 42-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз food and drink, тағам және сусындар деп аталады. Осы сабақта біз осы тақырыпқа сәйкес бірнеше жаттығу орындайтын боламыз. Exercise 1. Choose the words that doesn't match. Мына суреттерге сәйкес емес сөзді тап дейді. For example, the first. Cheese, egg, pasta. Yes, cheese, ірімшік, egg, жұмыртқа, pasta бұл жерден көрінбейді. Шеңберге алынған. The first, fizzy drinks, газдалған сусын, juice, шырын, sweets, тәттілер. Sweets сөзін шеңберге аласыздар. The second, fish, балық, vegetables, көкөністер, салат. Fish сөзін шеңберге аласыз, балық жоқ. The third, crisps, қуырылған картоп, chips, қытырлақ картоп, cheese, ірімшік, cheese, яғни ірімшік аласыз бөліне. Next, the fourth, pasta, макарон, бургер, rice, күріш. Бургер сөзін шеңберге аламыз. The fifth, ice cream, балмұздақ, meat, ет, fish, балық. Ice cream сөзін шеңберге аламыз, сөзін көрсетілмеген. Next, exercise 2, complete the lists with the words in the box. Жоғарыдағы сөздермен төмендегі тізімді толықтыруымыз керек. Бірінші тізім бұл very healthy, денсаулыққа өте пайдалы тағамдар. Екінші тізім not very healthy, денсаулыққа онша пайдалы емес тағамдар деп. Жоғарыдағы сөздерді екі топқа бөліп жазу керек. Сонымен very healthy, денсаулыққа өте пайдалы тағамдарға fish, балық, beans, бұршақ, nuts, жаңғақтар, water, су, salad және салат жатады. Денсаулыққа онша пайдалы емес тағамдар not very healthy. Burgers, chips, қытырлақ картоп, crisps, қуырылған картоп, fizzy drinks, газдалған сусын, ice cream, балмұздақ, sweets, тәттілер жатады екен. Next, exercise 3. Complete the crossword. Төмендегі кроссвордты шеш дейді. Down дегеніміз жоғарыдан төмен, cross дегеніміз көлденеңнен. Бірақ мен бұл жерде сіздерге ретімен жаздым. Бірге орындайтын боламыз. For example, the first. It swims in the sea and you can eat it. Ол теңізде жүзеді және сен оны жей аласың. This is a fish, балық. The second, you make them from potatoes. Сен оны картоптан жасай аласың. Chips, yes? Көлденеңнен, екі деген жерден бастап, көлденеңнен chips деп осырыңғы жазасыздар. The third, a hot food. Ол ыстық тағам. You eat it with a spoon. Сен оны қасықпен жейсің. Soup, yes? Бұл осырыңға soup деп жоғарыдан төмен жазасыздар. The fourth, this popular food comes from Italy. Ол бұл танымал тағам Италиядан келген. Pasta, yes, the fourth. Жоғарыдан төмен бұл осырыңға pasta деп жазамыз. The fifth, bread with meat, cheese or salad in it. Ішінде еті, ірімшік, салаты бар, naan, fifth, sandwich деп аталады. Көлденеңнен 5 деген жерге sandwich деп жазамыз. The sixth, it's yellow and comes from milk. Оның түсі сары және де ол сүттен жасалады. Cheese, the sixth, yes, жоғарыдан төмен cheese деп жазамыз. Next, the seventh, this is a very healthy drink. Ол өте денсаулыққа пайдалы сусын дейді. This is a water, yes, көлденеңнен water деп жазамыз. Last one, it's cold and very popular in summer. Ол салқын және де жаздың күні өте танымал. This is an ice cream. Бұл сұрынға ice cream деп көлденеңнен жазамыз. Next, exercise 4, choose the correct answers. Бізге сауалнама берілген екен. Food around the word деп аталады екен. Let's do the quiz. Сауалнама жасайтын болсақ, сөйлемдерді мағынасын сәйкес дұрыс сөзбен толықтыруымыз керек. Бізге таңдауға 4 вариант берілген. Мысалы, the Italians make very good ice cream. Итальяндықтар жақсы балмұздақты жақсы жасайды. Өте жақсы жасайды. The first, in the UK, people eat fish and beans. Yes? Біріккен Америкте адамдар балық және де бұршақтар жейді. The second, in Japan, there is a lot of food with
rice дедім. Жапония елінде тағамдардың көбінде жаңағы күрішпен жасалады. The third. An average American eats more than 100 burgers a year. Американдықтар жылына 100-ден астам бургер жейді. Next, in the fourth, in France, people make cheese called Camembert, Brie, and Roquefort. Next, яғни Францияда осыны Camembert атты ірімшік жасайды екен. The fifth, the world's most popular fizzy drink is cola. Әлем бойынша ең танымал газдалған сусын бұл кола. The sixth, Perrier and Vichy are the names of water from France. Яғни Perrier, Vichy дегеніміз бұл Франциядан шыққан судың атауы екен. Next exercise 5, write a word group for fruit or vegetables. Put in 10 or more words. Төмендегі нені топтастыруды, мысалы, fruit немесе vegetables деп алсаңыздар болады. Fruit деген жемістер, vegetables көкөністер, иә. Мынау бос орынға бірінші fruit деп жазамыз. Және де мынау жеміс атауларымен осы топтастыруды жасайтын боламыз. Яғни apple алма, banana банан, cherry шие, pear алмұрт, watermelon арбуз, яғни қарбыз, pineapple ананас, grapes жүзім, strawberry құлпынай, orange апельсин, kiwi деген сияқты нелер жеміс атауларын жаздым. Next, енді көкөніс атауларына келетін болсақ, vegetables, carrot, сәбіз, onion, пияз, potato, картоп, what is it? What else? Cabbage. Қырыққабат жазсаңыздар болады. Tomato. Қызанақ. Next, cucumber. Қияр. Next, beans, бұршақ. Болгар бұрышы дейміз ғой. Және де pumpkin, асқабақ деп жазсаңыздар болады. Осымен біз 22-ші беттегі жаттығу жасау жолымен және жауаптармен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.